дәмі өте керемет болып шығатын тіске басарлар дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен осындай үйректің еті, яғни утиное филе аламыз. Осындай салафанный мешочекке салып, жақсылап ұрамыз. Пищевая пленка пайдалансаңыздар да болады. Осылай ұрып, жақсылап жұмсартып аламыз. Пышақпен осындай ұзын полоска қылып кесіп аламыз. Кішкене тұз қосып тұздаймыз. Қара бұрыштан себеміз. Куркума мен қызыл паприканы араластырып осылай жағып шығамыз. Сол кезде әдемі дәм береді. Қалғанда тура осылай кесіп дайындап аламыз. Бетін жауып жарты сағатқа немесе 1 сағатқа сіңдіріп қоямыз. Сіңген соң осылай бізге шпажка қажет болады. Филемізді осылай улитка қылып ораймыз. Сіңген шпажкамызбен үстіп түйреп аламыз. Мен осылай екі-екіден түйреп алдым. Осындай төртеу шықты. Сіздер көбірек қылып жасасаңыздар да болады. Табамызға сәл аз ғана сұйық май құйып, біркелкі қылып жағып, қызған соң осылай салып пісіріп аламыз. Қақпағын жауып, жарты сағат пісіреміз. Сұйық май өте аз құйдық, себебі біздің утиное филеміздің өзі майлы. Тауықтың етінен жасасаңыздар да болады. Аударып, қайтадан жауып, толып пісіріп аламыз. Енді судактың филесінен розочкалар дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға кішкене лимонның шырынын сығып аламыз. 1 шай қасық бал қосамыз. Кішкене тұз қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Біз міндетті түрде филемізді тұздаймыз. Жақсылап тұздаған соң ұсақталған чеснок салып жағып шығамыз. Және жаңағы дайындап алған лимонный соусымызды бетіне жағып шығамыз. Қара бұрыштан сепсеңіздер болады. Өздеріңіз қалаған заттардан сепсеңіз болады. Қызыл копченый паприкадан септік, осылай әдемілеп жағып шығамыз. Жаққан соң бірден осылай түйреп істесеңіздер болады. Түйремей де осылай формочкаға салып жасай берсеңіздер болады. Духовкада 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Оған дейін табамызға сәл сұйық май құйып, кішкене ұсақтап тура болгар бұрышын қуырамыз. Үстіне консервированный кукуруза қостым және горох қостым. Болгар бұрышы менде тоңазытқышта қатырылған, свежий пайдалансаңыздар да болады. Үстіне прованский травы қосып, тағы да 1 минут қуырамыз. Міндетті түрде тұз қосамыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған овощтарыңыздан жасай берсеңіздер болады. Розочкаларымызды осылай жақсылап ішіне салып толтырамыз. Дайын болды. Өте дәмді. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады.